Қалай арықтаған тиімді? Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп алыңыздар. Видеоны өткізіп алмас үшін төмендегі колокольчикті басып қойыңыздар. Егер сіз арықтай алмай жүрген болсаңыз, егер сіз арықтап қайтадан одан да көп қосып алған болсаңыз, егер сіз бірнеше рет арықтау попыткасын жасап, уже арықтауға желанияңыз төмен түсіп кеткен болса, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Байқасаңыздар, соңғы кезде қазір өте көп адамдар артық салмақпен зардап шегіп жүр. И сол артық салмақпен зардап шегіп жатқаннан кейін, енді соларда осындай сұрақ туындайды. Қалай арықтаған дұрыс? Көбісі өздігінен арықтап көріп жатыр, үй жағдайында видеоларды көріп арықтап жатыр. Көбісінде неудачный попыткалар болып жатыр. И содан каждый неудачный попыткадан олар уже арықтау, оларға уже психологически бір стрессқа алып келіп жатқан жағдайларды өте көп көріп жатырмыз. Соларды мен қазір сіздерге айтып кетемін, арықтаулардың түрлері, и соның қайсысы дұрыс екенін соңында түсіндіріп кететін боламын. Мысалға біз айтамыз дефицит калорий. Көбісі айтады, давайте дефицит калориймен спокойно арықтаса болады деп. Яғни, например, 1000 калорий сіз жедіңіз, 1200 калорий сіз жоғалттыңыз деген сияқты. Значит, сіз каждый тамақтарыңызды санап отырасыз. Ол кезде сіз калориямен санап отырғаннан кейін тамақты қандай тамақ екенін анықтамайсыз. Бастысы сіздің калорияңыздың ішіне кірсе болды. И бұның қандай минустары бар? Дефицит калорий жасаған кезде сіз кез келген тамақтарды жей бересіз. Яғни углевод, жир, белок деген сияқты оны бөлмейсіз. Просто әр тамақтың өзінің калориясына қарайсыз. И бүгін мен мынанша калорий жедім, болды, арғарай мен ештеңке жей алмаймын деген сияқты өз-өздеріңізге запрет беріп отырасыз. Ол біріншіден қиын болады. Себебі постоянно сіз калорий санап отырасыз. И ертең ол бәрібір бір күн болмаса, бір күн сіз ол калорий санап отырғаннан шығып кетесіз да, срывация етіп, наоборот көп жеп қойып, одан да көп салмақ қосып кетесіз. Екіншіден, бізде мынандай компаниялар бар, которые сізге пятиразовый тамақтар береді, и ол жақта калориясы аз, бір күндік калорияңызды санайды, и күнде сіз сол жақтан тамақ алып шығып отырасыз. Бірақ сіз ішкен кезде арықтайсыз, себебі ол жақта калория өте аз. И 5 мезгіл тамағыңызды беріп отқан үшін сіз ол ішкен кезде арықтайсыз да, бірақ оны тастаған кезде өкінішке орай резко қайтып қосып аласыз. Оның кемшіліктерін мен айтып кетейін. Сіз 5 рет тамақ ішкендіктен сіз ойлаңыз да, поджелудочный железаңыз сіз 5 рет оятып жатсыз. Инсулинді 5 рет көтеріп жатсыз. Постоянно инсулин жоғары көтеріп тұрады. Ол ертең сіз солай тамақ жей беретін болсаңыз, бір күн, 2 күн, 1 айда ол сізге қатты проблема создавать етпейді. Ол егер сіз оны жылдар бойы қолданатын болсаңыз, ол сізде ертең инсулина резистентность қалып келуі мүмкін. Инсулина резистенттілік ол біз білеміз, арықтай алмайтын, арықтауды қиындататын ожирениеге алып келеді инсулина резистенттілік. Бұл арықтаудың да өзінің бір кемшіліктері бар. Тағы да қандай кемшіліктер бар? Кейбіреулер айтады, тамақтарды жей береміз, и спортпен айналысу керек. Спортты көбейту керек дейді. Ол да жақсы. Калорийді санағанға қарағанда спортпен айналысу ол әлдеқайда жақсырақ, бірақ барлығы онымен айналыса бермейді ғой. Бір күн айналысады, 1 ай айналысады, 3 айға дейін айналысуы мүмкін, кейін ол да шаршап, спортта қалып кетуі мүмкін да, артық салмақтың көбеюіне алып келуі мүмкін. Кето диета тоже қазір кезде өте көп тарап кетті. Бұл кето диетаның бір кемшілігі, бұл кезде сіз углевод жемеу керексіз. Яғни сіз жеп жүрген тәтті нәрселердің бәрінен сіз отказ жасау керексіз. Ол сіздің торттарыңыз, ол сіздің напитоктарыңыз, ол сіздің даже фруктылардың өзінен отказ жасау керек болады. Бірақ бір артықшылығы кето диетаның, сіз постоянно тамақ жей берсеңіз болады. Бірақ бұл жерде де біз кімде артық салмағы бар, значит, ода гормоналдық бұзылыстар болуы мүмкін ғой. Ода инсулина резистентность болуы мүмкін ғой. Сол үшін кето диетаны негізі интервальный голоданиемен бірге ұстаса, ол өте жақсы, өте көп әсер ететін болады. Интервальный голодание дегеніміз, ол завтрак пен обедті қосасыз, сағат 11-12-лерге қарай ішесіз да, сосын ужинді сағат кешкі 6-да ішесіз, яғни 6 сағат бойы сіз тамақ ішкен болып есептелінесіз да, қалған 18 сағат сіз аш боласыз. Бұл кето диета мен интервальный голоданияның қосындысы. Яғни бұл жерде сіз тез арада көп салмақ тастауға мүмкіндік болады. Бұл жерде сіз кето диета деген сөз, сіз белок пен жир ғана жейсіз, углеводты бермейсіз ағзаға. Біз білеміз, ағза энергияны углеводтан алады. Енді углевод бізде ағзада болмағандықтан, ағза біздегі жирді жигат ету арқылы соны энергияға айналдырады.
Яғни бұл жақтан біз ағза өзі жырды жигат етіп жатыр біріншіден. Екіншіден сіз еще тамақтың мөлшерін азайтсақ, көп уақыт бойы сіз тамақ ішпей жүрген болсаңыз, ол біздің ағзаға үлкен пайда алып келеді. Яғни жаңағы жырды жигат етті біздің майларымыз азаяды, біріншіден. Екіншіден, ұзақ уақыт тамақ жемеген кезде ағза өзі стволовый клеткалар бөледі, сол стволовый клеткалар біздің поврежденный клеткаларды восстанавливать етуге тырысады. Ағза өзімен айналысуға тырысады. Яғни бізде көбінесе біз тамақты көп береміз да ағзаға, ағза постоянно сол тамақты переработка жасап жүреді, өзімен айналысуға мүмкіндік болмайды, уақыт болмайды ағзаға. Сол үшін біз ағзаны өзімен айналысуға мүмкіндік береміз. Яғни тамақты азайтамыз, еще тамақ жеген кезде углеводтарды азайтамыз да, жырды жигат ете отырып, көп салмақ тастауға мүмкіндік болады осы кезде. Диета ұстаймын деген кісілер болатын болса, осы қай диетаны ұстайтынын өзі бірінші таңдап алу керек болады. Әр диетаның өзінің кемшіліктері мен артықшылықтарын анықтап, біліп алып, соны ұстаған дұрыс болады. Бірақ бұл именно мынау кето диета мен интервальное голодание бұл біздің денсаулыққа пайдалы диета. Яғни бұны ұстаған кезде біз біріншіден жырды жигат етеміз, екіншіден біз гормондарымызды, яғни инсулинорезистенттіліктен арылып, мысалы кімде сахарный диабет бар, сразу бұған дәрілердің бәрін тастап осыған отыра салу деген деп айтудан аулақпын. Егер кімде сахарный диабеті бар, инсулинорезистенттілік бар, олар желательно под контролем, дәрігердің контролімен бұл диеталарды ұстаған абзал болады да, өзінің сахарының мөлшерін төмендетіп, дәрінің де дозировкасын төмендетуге мүмкіндік болады. Төмендете отырып, мүлдем сахарный диабеттен арылып кету мүмкіндігі бар. Бірақ оны тек қана дәрігердің контролімен жасау керек. Қазір мысалы мен сахардан арылам деп ішіп жүрген сахарный диабеттен ішіп жүрген дәрілерді мүлдем сразу тоқтата салуға ол өте опасный нәрсе. Оны жасамау керек. Оны дәрігердің контролімен жасап көруге тырысуға болады. Кето диетаның өзі айтпақшы, оны барлық адамдарға ұстай беруге болмайды. Кето диетаны ұстау үшін де бүйрек жақсы жұмыс істеу керек. Өйткені бүйрекке ол қатты нагрузка болады. Яғни біздің ата-бабамыз етті көп жеп келгендіктен біз генетически ол етті жеуге негізі организм оған дайын. Бірақ соның өзінде біз етке көшу үшін, белковый тамаққа, майлы тамақтарға көшу үшін біз бір тексеріп алу керекпіз. Сразу мен бүгіннен бастап кето диетаға отыра қалам, мен ертең белокты көп жеймін деп өзіміз зиянымызды тигізіп алмау керекпіз. Кето диета мен жаңағы интервальный голоданиенің сондай бір минустары бар. Сол үшін бұл кезде байқап, дәрігердің қадағалауында болып, дәрігерден бір тексерістен өтіп алып, содан кейін ғана барып тамақтану керек. Кето диетаның тағы да бір кемшіліктері бар. Ол жаңағы ішті қатырып тастауы мүмкін, запорға алып келуі мүмкін. Сол үшін кето диетаға дұрыс отырған кезде сондай проблемалар болмай, дұрыс арықтап, денсаулығымызға үлкен жақсы пайда алып келсек болады. Ал егер біз диетаны дұрыс ұстамайтын болсақ, біз денсаулығымызға үлкен проблема создавать етіп алуымыз мүмкін. Сол үшін арықтағанды да өзінің маманымен дұрыстап арықтаған дұрыс болады. Видео пайдалы болған болса, төменде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі жолы қандай тақырыпты қозғауымызды қаласаңыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сол тақырыпты міндетті түрде қозғауға тырысатын боламыз.